Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 74-ші сабақ кітап неден жасалады тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма ойлан, кейіпкермен сөйлес. Балалар, бұл жерде бізге кейіпкер қылып ағашты берген екен. Олай болса, осы ағашпен диалог құра отырып сөйлесек. Мені кім тербетіп аялап өсірді? Сені тербетіп аялап өсірген табиғат, жер мен су, күннің нұры. Жасым сақинамда жазулы екенін білесіңдер ме? Иә, жасың сақинаңда жазулы екенін білеміз. Әр жыл өткен сайын бір сақина қосылады. Қартайғанымды қалай білдіңдер? Сенің қартайғаныңды діңіңнің жуандығынан, бұтақтарының көптігінен және сақиналарыңнан білеміз. Қалай ойлайсың, ағашқа кім қамқорлық жасауы керек? Балалар, ағашқа адамдар қамқорлық жасау керек, оны сындырмау, кеспеу, суару және қорғау керек. Танаш Дәуренбеков 1927 жылы дүниеге келіп, 2000 жылы дүниеден озған жазушы, Қызылорда облысының Тереңөзек ауданында дүниеге келген. Бір түйенің әлегі, 15 жыл өткен соң, сыр балалар атты шығармалары бар. Жазушы әңгімелерінде ауыл балаларының өмірін шынайы бейнелейді. Түсініп оқы, кітаптар мұңы. Мектептің қоймасына біреу бір құшақ кітап әкеп тастады. Есік қайта жабылуы мұң екен. Шеткерірек түскен бірі басын көтеріп алды. Қайда келдім? Дегендей жан-жағына қарап сәл отырды да жанында жатқан көршісін түртті. Ол қозғала қоймап еді, жұлқылап қалды. Ей, тұрсаңшы, қайда келдік? Тірімісің өзі? Ой, мазамдалмашы, бүйткенше парақтарымның пәре-пәресі шығып, желмен ұшып кеткенін жақсы еді. Не боп қалды? Жалғыз сенің басыңа келді деймісің? Бұл қиыншылық біздің де көрген қорлығымыз аз емес. Биылғы оқу жылын зорға аяқтап шықтық. Басыңды көтер, жөн сұрасайық. Кімсің өзі? Сыртың бүп-бүтін ғой. Сыртыңды қайтесің, деді анау жер таяна орнынан әрең тұрып. Сыртым бүтін болғанмен, ішім түтін. Ана тілі оқулығымын. Мен үшін авторлар түн ұйқысын 4 бөліп қанша қызмет етті десеңші. Баспа қызметкерлері әрбір әрпімді жекелей теріп, көз майын тауыспап еді. Сонда кім үшін? Балалар оқысын, сауатын ашсын, адам болсын деген ізгі ниет еді ғой бәрінікі. Мен де қолымнан келгенше өз бойымдағы білімімді беріп, балаларды адамгершілікке, парасатқа тәрбиелеуге тырысып бақтым. Қырсық қылғанда Адырбай деген баланың қолына түсіп, 1 жыл болмай мына күйге ұшырадым. Егер күтіп ұстаса, келер жылы мені басқа балалар оқымас па еді? Қайтейін, біздің де оңып тұрған жеріміз жоқ. Мен ежелгі дүние тарихы оқулығы боламын, деді бірінші кітап. Сотқарбай деген баланың меншігіне тидім. Әдепкіде оқулық болып мектеп босағасын аттағаныма қуанып едім. Оным көпке бармады. Сотқарбай суретімді сиямен бастырып сызып тастады. Оқу жылы аяқталған күні ауласына тастап кетті. Әріптестер, қанша айтқанмен ана тілмін ғой, менің айтқанымды тыңдаңдаршы. Әркім өз дүниесіне ұқыпты болуы керек қой. Ондай балалар жоқты емес. Жоқ емес-ау, көп. Алайда олардың бір кемшілігі Адырбай мен Сотқарбай сияқтыларға ақыл айта алмай келеді. Мысалы, менің өзім сияқты құрдасым болды. Екеуміз мектеп кітапханасына бір күнде түстік. Міне, оқушы деп оның иесін айт. Ондай баланың қолына түссең, арманың болмас. Кітаптың керек бетін белгілеу үшін парағын бүктемейді, қағаз салып қояды. Енді бізді қайтер екен? Деді бір кітап. Әлде жинап отқа тамызық етер ме екен? От деген сөзден бәрі селкете қалды. Бір сәтке үндері шықпай іштен тынды. Болжа, кітаптардың тағдыры қалай шешілуі мүмкін? Мүмкін бір кәдеге жаратар, түптер, деді ежелгі дүние тарихы.
Сәлден соң басу айтып, әріптестерім отқа тамызық қылады деп ұнжырғаларың түспесін. Мен тарихты білсем, бізді фабрикада жуып тазартып, сиямыздан арылтып, баяғыдай ақ қағаз жасап, баспаханаға жөнелтеді. Баспахана қайтадан кітап етіп шығарады. Тек келесі жылы ұқыпты оқушының қолына түссек деңдер. Соны айтсаңшы, деді бәрі бірдей жамырап. Мәтіннің авторы Танаш Дәуренбеков. Мәтіндегі кәдеге жарау, пайдаға асу деген сөз. Ал кітапты түптеу, кітап парақтарын біріктіріп, тігу, басу айту, ол тыныштандыру деген мағынаны береді. Ұнжырғасы түсу, еңсесі түсу, ренжу деген мағына береді. Екінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі кейіпкерлер қандай тәсілмен суреттелген? Балалар, кейіпкерлер кейіптеу, яғни жансыз затты адам сияқты сөйлету тәсілі арқылы суреттелген. Яғни кітаптар сөйлейді, ойлайды, сезінеді. Төртінші тапсырма. Оқиғаның шарықтау шегіне әкелген қорқынышты сөзді ата. Оқиғаның шарықтау шегіне әкелген қорқынышты сөз отқа тамызық етер ме екен деген сөз болатын, е? Бесінші тапсырма. Оқиғаның шешіміне әкелген жұбаныш сөздің иесі қай кітап? Оқиғаның шешіміне әкелген жұбаныш сөздің иесі ежелгі дүние тарихы оқулығы, е? Олай болса, балалар, келесі 6-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Құрастыр. 6-шы тапсырма. Кейіпкерлер қос. Кітаптардың арманы орындалатындай етіп, ертегіні аяқта. Ертегінің жалғасы, яғни аяқталуы. Сол кезде қойманың есігі ашылып, ішке мектептің кітапханашы апайы мен бір оқушы кірді. Оқушының аты Айдос еді. Ол жерге шашылып жатқан кітаптарды көріп, қатты қынжылды. Апай, мына кітаптарды тастамайықшы, мен оларды жөндеп берейін, деді Айдос. Кітапханашы апай күлімдеп, жарайсың балам, кітапты күтіп ұстау үлкен мәдениет, деді. Айдос жыртылған беттерін жапсырды, мұқабаларын түзеді. Кітаптар қайта әдемі болып, кітапхана сөресіне қойылды. Көп ұзамай оларды басқа ұқыпты балалар алып оқи бастады. Кітаптар қатты қуанды. Арманымыз орындалды. Енді біз білім беріп, балаларға пайда әкелеміз, деді олар. Содан бері кітаптар ұқыпты балалардың қолында болып, бәріне білім беріп жүріпті. Қорытындыла. 7-ші тапсырма. Бүгінгі сабақтан өзің үшін қандай маңызды ақпарат алдың? Мен кітапты күтіп ұстау керек екенін түсіндім. Кітап білім көзі. Оны жыртпай, бүлдірмей, ұқыпты пайдалану керек. 8-ші тапсырма. Өзіңнен кіші балаларға қандай кеңес берер едің? Балалар, өзімізден кіші балаларға кітапты таза ұстаңдар, жыртпаңдар, оқулықтарды қадірлеңдер. Өйткені ол бізге білім береді деп кеңес берер едік. Үй тапсырмасы. Үлгіге қарап, оқулықты күту ережесін құрып жаз. 1. Пайдаланған кітапты орнына қой. 2. Кітаптың бетін жыртпа, бүктеме. 3. Кітапты таза ұста, үстіне сурет салма. Мінекей балалар, оқулықты күту ережесін осылай құрдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Ал каналымызға тіркелмеген болсаңыз, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.